Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл 70-ші жылдардағы Иран. Ол кездегі қыздар твист билейді, рок-н-ролл тыңдайды және мини-юбка киеді. Ал бұл жай ғана темекі шегіп тұрған қыз емес, жергілікті шахтың екінші әйелі. Ал темекісін тұтатып тұрған жігіт шахтың өзі. Бірақ қазіргі Иранның ел басшысы мүлдем басқаша көрінеді. Әйелдер енді мини-юбка емес, қатаң исламдық хиджаб киеді. Енді бұл елдің қыздары батыс биімен немесе ән айтумен емес, әскери әдістерді үйренумен айналысады. Батыстандыру және америкаландыру жолын ұстанған ел қалайша тез арада Ислам Республикасына айналды. Неліктен Иран кенеттен ақш, Англия, КСР-ның одақтасынан қас жауына айналды. Және ең бастысы, неліктен бүгінде Иранда мемлекетке қарсы наразылықтар тағы да өрбіп жатыр. Және бұл көтерілістер қандай нәтижеге әкелуі мүмкін? Ал мен әдеттегідей бейне басталмай тұрып, тұрақты түрде қолдау көрсетіп пікір жазатын көрермендеріме алғыс айтамын. Ал жаңадан қосылған көрермендерге арнаға жазылуды ұсынамын және қош келдіңіздер деймін. Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Шакамура арнасына қош келдің, жаңалық көп сіздер ойын бөлісетін. Қараңыз, 1963 жылы Иран билігі референдум өткізіп, халқына мынандай қарапайым сұрақ қояды. Сіз біздің даму үшін ұстанған бағытымызды қолдайсыз ба? Мысалы, біз сауатсыздықпен күресіп, барлығына тегін бастауыш білім береміз. Шаруаларға жерлермен қоса жаңа техникалар беріледі. Және Иранның дамуына кедергі болған кез келген нәрсемен күресеміз. Біз әйелдерге әртүрлі құқықтарды, соның ішінде дауыс беру құқығын береміз. Және әрине біз заманауи өндірістерді дамытамыз. Ең бастысы, біз ақш пен Ұлыбритания сияқты одақтастарымызбен батыстың жарқын болашағына аттанамыз. Ал ирандықтар бұл сұраққа қалай жауап берді? 99,9 Иран адамдары сенімді түрде, иә, біз осылай болғанын қалаймыз дейді. Енді осыдан 16 жыл алға жылжиық. Иран қалалары енді осындай көрініске оранды. Наразы топ мемлекеттік мекемелерді талқандап, шах портретін өртеп, оған өлім тіледі. Халық 14 жыл бұрын елден қуылған, бірақ төңкерісті қолдайтын рухани ислам көшбасшысын Рухолла Хомейнидің елге қайта оралғанын талап етті. Ирандағы осы көтерілістердің арқасында ислам революциясы жеңіске жетеді. Шах елден қашты. Оның орнына исламды ұстанатын патша Рухолла Хомейни келді. Енді жаңадан келген патша 1979 жылы өзінің халқы үшін басқа сұрақ қойды. Елдегі мини-юбка киген әйелдердің америкалық өркениеттің орнына нағыз адал Ислам Республикасын құрғанымызды қалайсыздар ма? Бұл жолы да халықтың 99%, иә, біз ислами мемлекет болғанды қалаймыз деп жауап береді. Осы сайлаудың арқасында ирандық қоғам 16 жыл бойы америкалық даму жолынан көңілі қалғанын және өзінің дәстүрлі ирандық өркениет құрғанын қалайтындары анық болды. Бірақ жоғарыда айтқан екі сайлауда да бір шикілік бар. Негізі бірінші дауыс беру барысында 1963 жылы Иран халқының саны шамамен 23 миллионды құрайды. Ал батысшыл американдық реформаға 5,5 миллион адам ғана дауыс берді. Яғни барлық ирандықтардың 4-тен 1 ғана. Бірақ билік халықтың 99%-ы бізді қолдап отыр деп өтірік айтты. Ал 1979 жылы, яғни екінші рет дауыс беру кезінде Иранда 37 миллион халық болды. Және оның 20 миллионнан көбі Ислам Республикасы үшін дауыс берді. Бірақ билік тағы да 99% дегенді қолданды. Түсінгендеріңізде батысшыл билікте, исламдық билікте өздеріне қолайлы санды қолданып, қарсы болғандардың қалауын шетке ысырды. Неліктен Иран басында батысшыл америкалық бағытты таңдап, кейіннен санкциялармен оқшауланған ислами мемлекетке айналды? Неліктен халық америкалық бағытта дамуға қарсы көтерілді? Иран, немесе бұрынғы Персия, бұл 1979 жылға дейін 2,5 мың жыл бойы тұрақты монархия, яғни билігі атадан балаға берілетін мемлекет болған. Соңғы шах Мұхаммед Реза Пехлеви 1941 жылы билікке келді. In the modernistic royal palace, we're privileged to see the young Queen Fawzia with her husband, the 22-year-old Shah of Iran. Дәл осы жылы Иранды Кеңес одағы және Британ әскерлері бірге отарлап алған еді. The British general and the Russian divisional commander exchange courtesies, and a friendly spirit soon springs up between the men of the Soviet and the contingent of Empire troops. Неліктен Британия мен КСР Иранды басып алды? Біріншіден, Германияға қарсы соғыс кезінде КСР мен Британия одақтас болды, және олар мұнай қорларына мұқтаж еді. Ал Иранда мұнай деген кез келген тесіктен ағып жатыр. Қазірдің өзінде ол жақта мұнай Біріккен Араб Әмірліктеріне қарағанда 2,5 есе, ақштан 4 есе көп. Жалпы алғанда Иран әлем бойынша мұнай қорынан Сауд Арабиясы мен Венесуэладан кейінгі 3-ші орында. Екінші себеп, бұл елдің географиялық жағдайы соғыс кезінде өте қолайлы болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кеңес одағы трансирандық темір жол арқылы ақштан өзінің барлық әскери және гуманитарлық көмегін алды. Ал 1943 жылы Тегеранда, яғни Иранның астанасында, Сталин, Черчилль және Рузвельттің Гитлерге қарсы одақтастығының тарихи кездесуі өтті. The toast is given to the defeat of Nazi Germany. For victory, Zapatero.
Бірақ шындығында Тегеранның өзінде бұл кездесуді еске алуды ұнатпайды. Неліктен дейсіз ғой? Өйткені елді осы одақтастар қалауына қарсы басып алған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс біткенде британдық және кеңес әскерлері Ираннан кетеді. Бірақ Иран мұнайына деген тәбет ешқайда кетпейді. Осыны байқаған ирандық премьер-министр Иран жеріндегі мұнай Ирандікі, барлық зауыттарды бізге беріңдер деп сөз қозғайды. Ирандық министрдің халықты арандатып жатқанын көрген ақш және Британ өкіметі елге арнайы дайындалған агенттерді жібереді. Олар өз ықпалымен билік ішінде жанжал туындатып, мойынсұнбаған премьер-министрдің аузын мәңгілікке жабады. Ал мұнай өндіру құқығы ақырында BP, Shell және тағы да 5 американдық мұнай компанияларына берілді. Ал Иранға не тиесілі болды? 20 жылға келісім шарт және таза пайданың 50% мұнай Ирандікі. Бірақ шетелдіктер келіп оны сорып, 50%-ын ғана Иранға береді. Келесі жолы тағы бір министр Иранның жеріндегі мұнай Ирандікі деп бас көтермес үшін американдықтар мен британдықтар жергілікті шақпен достасуды қалайды. Шақ елді толығымен басқарсын. Егер парламент ақшқа қарсы шықса, шақ арқылы кез келген мәселені шешуге болады. Ең бастысы батысқа кететін мұнай саны азаймаса болды. Ал оның орнына Иранға ақша, аздап технология, ал шақ үшін зәулім сарайлар берілді. Бір жағынан бұл жағдайлар Иран үшін де пайдалы болды. Мысалы, мұнайдан түскен ақшаға шақ Иранды көркендетуге кірісті. 70-ші жылдардағы Тегеранға қараңыз. Ол сол кездің өзінде шығыстың Парижі деп аталды. Шетелдік қымбат автомобильдер көшелерде көптеп кездеседі. Мысалы, міне Volkswagen Жук келе жатыр. Кеңестік Волга да бар. Ал мынау Ford сияқты. Дүкендер керемет стильді және әдемі көрінеді. Еркін киім киінген адамдар, ирандық сұлулар бейнеленген сән журналдары жетерлік. Әйелдер мектептерде жұмыс істейді және жергілікті парламенттерде заң қабылдауға қатысады. Батыс университеттерінде 100 мың ирандық студенттер оқиды. Бір сөзбен айтқанда шақ кезінде Иран дамып, көркендей бастады. Бірақ шын мәнінде бұл елордалық өзгерістерден қара халықтың барлығы бірдей байып кете алмады. Ендеше неліктен халықтың көп бөлігі елдің дамуына қарамастан кедейленіп кеткенін қарастырайық. 20 ғасырдың ортасындағы Иранды қараңыз. Бұл технологиялық даму деңгейі төмен болған таза шаруа ел. Шақ елдегі шаруалардың көп екенін түсініп, ауыл аймақтарға жаңа тракторлар, комбайндар жіберіп, еңбек өнімділігін арттырғысы келді. Бұл да жақсы шешім. Бірақ таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпайық. Жаңа технологиялар адами қара күштің керектігін азайтты. Салдарынан көптеген шаруалар жұмыссыз қалды. Миллиондаған кедей ирандықтар енді жақсы өмір сүру үшін ауылдардан көшіп қалаларға барды. Бірақ ол жерде шаруаларға дайын тұрған жұмыс табылмады. Әрине зауыттар мен фабрикалар салынып жатыр. Мысалы, француздық Peugeot, Renault, Citroën автомобиль өнеркәсібімен бірлескен кәсіпорындар. Бірақ соның өзі миллиондаған жұмыссыз кедейлерге жұмыс орнын тауып бере алмады. Нәтижесінде Тегеранның айналасы кедей аудандарға тола бастайды. Келушілердің көпшілігінің жұмысы, лайықты баспанасы, ақшасы жоқ. Салдарынан олардың билікке емес, Құдайға деген сенімдері жоғары болып, исламды насихаттаушыларға ере бастады. Кедейлердің саны мен күші көбейді. Олар наразылық білдіріп, шаруаларды жұмыссыз қалдырған шақтың өлуін қалайды. Олар батыстық дамудан көңілдері қалып, елдің бағытын өзгерткісі келеді. Бұған шақтың жауабы қандай болды? Ол 71 жылы Парсы империясының 2500 жылдығын кең көлемде атап өтуге шешім қабылдады. Шақ тойды шөл даланың ортасында ұйымдастыруды шешеді. 3 күндік мереке үшін шатырлардан тұратын нағыз қала соғылды. 15 мың ағаш шөлге егіліп, 50 мың әнші құс әкелінді. Шарап пен шампанды шөлде салқын ұстап тұру үшін тікұшақтар бір үйдің көлемінде мұз бөлшектерін тасымалдайды. Бұл мерекеге 65 мемлекет басшылары келіп, бәрі бірге той тойлады. Ал осы сәтте Иран халқының наразылықтары одан сайын күшейе түсті. Бір журналист шақтан мұндай той өте қымбат екені анық. Оның орнына халқыңызға неге көмектеспедіңіз деп сұрағанда, шақ журналистке халық менің қанша ақша жұмсап жатқанымды қайдан білсін деп сабырмен жауап береді. Америкалық журналистер кейінірек бұл мерекені $100 миллион бағалады. Бүгінде бұл мереке 600 миллионға бағаланар еді. Мереке Иран үшін жасалғанымен, халыққа бір үзім нан да тимеді. Бұл шетелдіктердің алдында мақтану болды. Шақтың басты қателігі батыстық даму бағытын таңдағанында емес, елді ақмақтықпен нашар басқарып отырғанында болды. Уақыт өте ол елдің дамуын шетке ысырып, ақшаны өз қалтасына баса бастады. Экономика дамып жатқан кезде халық аса наразы емес еді. Бірақ экономиканың өсуі 70 жылдардың аяғында тоқтаған кезде, исламшыл жігіттер кедей халықтың көңіл күйімен сауатты түрде ойнап, олардың санасына дәстүрлі ислам мемлекеті идеясын құяды. Осылайша көтерілген халықтың арқасында елге ислами басқару жүйесі келді. Бірақ исламмен бірге елге шетелдік санкциялар да келді. Мемлекетте шариғат бойынша тыйым салулар өрбіді. Санкция салдарынан барлық шетелдік көліктер 2 есеге қымбат болды. Сондықтан көшені енді шетелдік қымбат су жаңа көліктер емес, ескі құсқы көліктер қаптады.
Оған қоса мұнайдың көп болғанына қарамастан төмен сапалы жанармай қолданылды. Себебі мұнайды сапалы жанармайға айналдыратын шетелдік технологиялар елден кетті. Осындай қолдан жасалған нашар жанармай салдарынан Тегеран мәңгілік көк түтінге оранды. Егер сіздер Америка ислам дініне қарсы болғандықтан Иранға санкциялар салды деп ойласаңыз, сіз бір жағынан бұрыс, бір жағынан дұрыс боласыз. Алғашында ақш ислам революциясы арқылы келген өкіметке мүлдем санкция енгізген жоқ. Исламшыл өкімет елден барлық шетелдік мұнайшыларды қуды. Содан кейін олар Тегерандағы ақш елшілігіне басып кіріп, 66 американдық дипломатты тұтқынға алды. Не үшін бұлай жасады дейсіз ғой? Олар мемлекеттен қашып кеткен шақты қайтарып, лайықты өлім жазасына кесуді талап етті. Шах 80-ші жылдары Мысырда өлді. Бірақ тұтқындар 1981 жылдың қаңтарына дейін кепілде болды. Салдарынан Иран санкцияларға оранды. Америкамен одақтас болған Иран 78-79 жылдары тәулігіне 6 миллион баррел мұнай өндіретін еді. Ал бүгінде Иран бар болғаны 2 миллион баррел өндіреді. Иран мемлекеті мұнай сатудың арқасында ғана күн көре алатын мемлекет. Егер ол санкцияларға тап болмағанда, бүгінгі күні әлемдегі ең бай мемлекеттердің біріне айналар еді. Бұл үшін олар бар болғаны ислам өкіметі кезінде өздеріне шетелдік жауларды жинамау қажет еді. Өкінішке орай нашар саясаттың арқасында кедей халық одан бетер кедейлене түсті. Бүгінгі күні 85 миллион тұрғынның 42 миллионы әлеуметтік жәрдемақы алады. Халықтың 3/4 өте кедей жағдайда. Ирандық өкімет санкциялардың жеңілдетілгенін қалайды және сол үшін көптеген әрекет жасауға тырысуда. Бірақ енді Америкада, Еуроодақта исламдық режим өзгермейінше санкцияларды алуға асықпайды. Негізі Иранға өзгеріс қатты қажет. Біріншіден, оның керемет географиялық орны бар деп айтқаным есіңізде ме? Шынында Парсы елі әрқашан сауда жолдарының тоғысқан жері болды. Каспий теңізіне, Парсы шығанағы арқылы Үнді мұхитына шығу жолы бар. Екіншіден, мемлекет ресурстарға толы. Барлығына қоса елде әлі де білімді адамдардың үлкен көлемі бар. Статистикаға сүйенсек, елден жыл сайын 150-180 мың білікті маман қоныс аударады. Неге бұлай болып жатыр? Өйткені елдегі білікті мамандарға тек ақша ғана емес, қауіпсіздік те керек. Бұл елде хиджабты дұрыс кимеген адамды өлтіруі әбден мүмкін. 2022 жылы Иранның полициясы 22 жастағы ирандық Мақса Амениді хиджабты дұрыс кимегені үшін ұрып өлтірді. Бұған жауап ретінде Иранның түкпір-түкпіріндегі әйелдер шаштарын қиып, хиджабтарын шеше бастайды. Ал ерлер наразылық білдіріп, билікті ауыстыруды талап етуде. Өйткені олар келесі өлген адам, солардың бірі болуы мүмкін екенін түсінеді. Бірақ ешбір өкімет өздігінен кетпейді. Билік халықтық наразылықтарды басуға дағдыланған. Мәселен, өкімет жақында ғана бензин бағасын 3 есеге көтерді. Адамдар көшеге шығып наразылық білдірді. Ал биліктің жауабы қандай болды? Үкімет қымбатшылыққа сыртқы жауларды кінәлап, бірнеше күнге интернетті өшірді. Бірнеше күнде наразылық білдірушілердің ұйымшылдығы мен ынта-жігері басылды. Билік көтеріліс басыла бастаған кезде адамдарды жеке-жеке тұтқындап, қыра бастады. Өте таныс жағдай, өзіндік ерекше жол ойлап табуға тырысып, тығырыққа тірелген елдің тағы бір мысалы Иран екені белгілі болды. Үкімет қандай бағыт таңдаса да, зардап шегіп жатқан қарапайым халық. Шах батыстық даму бағытын таңдап, елді көркендетуге тырысты. Нәтижесінде ел екіге бөлініп, кедейлер бас көтерді. Оның орнына келген ислам билігі халықтың көптеген бостандығына тыйым салып, елді санкцияларға әкелді. Салдары тағы көтеріліс. Халықтың аштығына қоса қарапайым қауіпсіздігіне нұқсан тудырылды. Аш адамға демократияны да, дінді де үйрете алмайсың. Оған нан керек. Кез келген елдің дамуы адам баласының дамуына ұқсайды. Белгілі бір сәтте қамқорлық жасау керек. Дұрыс мүмкіндіктерге бағыттау маңызды. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл шығарылым ұнады деген ойдамын. Егер расымен де бейне ұнаса лүпіл басып, пікір жазу арқылы қолдау білдіріңіз. Ал егер арнаға алғаш рет тап болған болсаңыз, астадағы қызыл подписация батырмасын басып, қоңыраушаны іске қосыңыз. Сонда сіз болашақта шығатын осы тектес қызықты бейнелерді жіберіп алмайтын боласыз. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Назарларыңызға рахмет. Келесі бейнелерде кездескенше, қош сау болыңыздар. Шакамуро арнасында қош келдің.